Барша көрсін хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқыларға тарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписывайте түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Мемлекет зейнетақы жасына жақындағандарға айлық төлемі дайын. Биыл 50 жастан асқаны 18.508 адам бағдарламаға қатысып тұрақты жұмыста орналастырылған. Ал алтын жас жобасы жайлы естуіңіз бар ма? Еліміздің жаңа бағдарлама іске қосылды. Ерекшелігі жоба зейнет жасына жетпегендерге ғана арналған. Ол былай: сіз зейнет жасын кетіп, жұмыссыз қалдыңыз. Өз мамандығыңыз бойынша тәжірибеңіз бар. Әрі қарай жұмыс істеуге ниеттісіз. Ендеше мемлекет өз саласын жалғастыруды жоспарлаған зейнеткерлердің мүмкіндік бермек. Сіз жұмысқа орналастырып, айлық төлейді. Оның 85.000 теңгесін әлеуметтік қаражаты есебіне төлесе, қалған 50%-ын жұмыс беруші аударылады. Жаңашылдық тек Алматы қаласындағы зейнеткерлерге арналған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.